Әулиеталық шаруалар мына 250 мың тонна қызылшамыз күн суықта шіріп кете ме деп алаңдап отыр. Бұған дейін мына қызылшаны Жетісу облысына өткізу, сосын мына көршілес Қырғызстан мемлекетіне өткізу туралы бастама көтерілген екен. Бірақ әлде осы қызылшамыз күн суықта шіріп кете ме деп алаңдап отыр. Өзіңіз бұрынғы ауыл шаруашылығы министрі бола тұра, ауыл шаруашылығының мәселесін, шаруалардың мәселесін неге шеше алмай отырсыз? Сұрағыңызға рахмет, жаңа жауап берген едім. Биыл енді бірінші мәселе рекордтық уражай. Өнімділік өте биік, 650 центнер гектарына серік. Сіз тарихты білетін болсаңыз, мынау қызылша мәселесін жаңағы сұрақ қойып отырсыз ғой. Қызығушылық танытып отыратын болсаңыз, ол өте жоғары өнімділік. Ортанша 5 жылдық өнімділікті қарайтын болсаңыздар 350 центнерден аспаған. Сол себептен әрине биыл енді өнімділікті де су тапшылығы болған жоқ, бәрі дұрыс болып жатыр. Сол себептен енді қант қызылшасын тапсыру мәселесі. Жаңа айтып кеткендей 450 мың тоннаны Мерке қант зауытына өткіземіз. Жыл сайын алқаптардан қызылша қазылғаннан кейін алқаптың шетіне жинап, ептеп зауыттарға жеткізуші едік. Қай жыл басқа болды? Су тапшылығы болған кезде, өнімділік өте аз болған кезде енді кезекте осы проблема туындалмаған шығар. Жыл сайын осы қайталанатын проблема. Жаңа айтып кеттік, жүйелі түрде оны шешу үшін біріншіден біз екінші зауыттың құрылысын қарастыру керекпіз. Ол бағытта қазір жұмыс жасап отырық. 450 мың тонна Мерке қант зауытына жеткіземіз. Қосымша қағаттық алаңдарды аштық. Ол кезекті азайту мәселесі. Сол жаққа қазір шаруалар қазып кезек-кезекпен. Екінші мәселе енді мына комбайндар ғой, ол нені қазып жинау мәселесі. Сол мәселе бойынша әрбір шаруа тізімде бар, бақылауда ұстап отыр. Бұл мәселені 450 мың тоннаны Мерке қант зауытына өткіземіз. Қалған көлемдерді Ақсу қант зауытына, жаңа дұрыс айттыңыздар, Қырғызстанда да қант зауыттарымен қазір келісім сөздер жүріп жатыр. Бірде-бір тонна гектарды қалдырмауға тырысатын боламыз. Рахмет. Жақсы. Қырғызстанға өткіземіз дедіңіз. Жалпы мына мәселеге келейікші. Өткізу мәселесін қарастырып жатыр дедім. Өтемақы төлене ме егер шіріп кеткен жағдайда? Негізі қант қызылшасын өндіру процесін білесіз ба, Серік? Жоқ, мен білмеймін. Мен сізге түсіндіріп айтып берейін. Қант қызылшасы 2-3 айдың ішінде жиналады. Сосын жиналғаннан кейін сол 4-5 айдың ішінде өңделеді. Қант зауыттың қуаттылығы жетпейді, сол себептен сол желтоқсан, қаңтар, ақпан айына дейін өңделетін болады. Ол уақытқа дейін қағаттық алаңдарда жатады. Сол себептен жылдағы жатқан қызылша, қағаттық алаңдардағы жатқан қызылша биылда да жатып өз кезегінде өңделетін болады. Мерке қант зауыты қазір 360 мың тоннадай қант қызылшасын қабылдап, 160 мың тоннасын өңдеді. Биыл енді көлемі көп болған соң қаңтарда бітірмей, ақпанда бітіретін шығар. Сұрақ бақылауда шешімін іздеп, оңай емес шешімін іздеп, бірігіп, қант қызылшасы шаруашылықтармен бірігіп, шешу жолдарын іздестіріп жатыр. Рахмет. Жақсы, екінші сұрақ. Скат әуе компаниясы мына Тараз қаласындағы әуежайды сатып алғаны белгілі. Сонда бірнеше жылдан бері Әулиеата деген жазу ол жерде жазылмайды екен. Бұл мәселені қоғам белсенділері өзіңізді белгілеп тұрып жазған болатын. Осы мәселе қашан шешіледі? Енді болмайтын мәселе, бірақ осы болмайтын мәселені қоғам белсенділері көтерсе де өзіңіздің шеше алмауыңызға, назар аудармауыңызға не себеп? Жалпы осы болмайтын нәрсені шешу қолыңыздан келе ме? Сұрағыңызға Серік, рахмет. Болмайтын нәрсе дедіңіз, енді оны шешуін қазір естіріп жатыр. Негізі әуежайымыз Скат әуежай компаниясының меншігінде ғой. Сол себептен осы сұрақты осы кісілерге көтердік. Негізі 2015 жылы білетін болсаңыз, мынау Қазақ хандығының 550 жылдығын орай әуежайды күрделі жөндеу өткізген кезде жаңағындай Әулиеата халықаралық әуежайы деген жазушы табличкасы болды. Қазір енді келісім сөздердің нәтижесі бойынша келесі жылы қаражатты қарастырып, Скат әуе компаниясы осы жазбаны орнына ілетін болады.
Ол мәселе тек қана скат авиакомпанияның тарабынан қаржыландыру керек. Облыстық тарабынан қаржыландыру көрсете алмаймыз. Басшылардың айтуы бойынша, скат авиакомпанияның басшыларының айтуы бойынша келесі жылға қаражат қарастырып, сол табличканы, жаңа жазбаны ілетін боламыз деп уәде беріп отыр. Бақылауда ұстаймыз. Оған қанша қаржы кетеді? Көп емес шығар оған кететін қаржы деген. Соншама үлкен компания неменеге шеше алмай отыр? Әлде сіздер мына шамаларыңыз келмей отырған секілді ғой? Серік мырза, сіз скат авиакомпанияға сауал жолдаңыз, солар жауап берсін. Әрине, біз өз талап қойып отырық, тездетіп шешіңіздер деп. Енді жекеменшік компания болған соң, оларда да басын тартып отқан жоқ. Келесі жылы бәрін орнатамыз деп отыр. Табличка енді үлкен жаңа жазбаны ілгеннен кейін ескі жазбаны ілмейсің ғой, жаңа жазбаны қоясың. Әрине, ол бір қаражатты талап ететін шығар. Қосымша ақпарат алып сізге жіберетін боламыз. Келесі жылы жазбаны ілетін боламыз. Рахмет. Серік мырза, екі сауалыңыз қойылды. Көп рахмет. Келесі әріптеске көшейік. Астана ақшамы Райхан Ахметова әріптесіміз бар ма екен? Алаңымызда.